Сәлем достар, бүгін біз алмадан тертый бәліш дайындаймыз. Міндетті түрінде дайындап көріңіздер, өте песочный, нәзік, керемет болып шығады. Алдымен біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ең бірінші сары майды табада ертіп аламыз. Содан кейін үкіштен өткізілген алманы саламыз. Және специялар, корица, қант, және де бізге жаңғақ керек болады. Жаңғақ салмасаңыздар да болады, бірақ оны кейін саламыз. Суығаннан кейін салмамыз. Осылардың бәрін жақсылап араластырып, суы тарылғанша пісіреміз. Суы тарылғаннан кейін біз оны басқа тарелкаға салып алып, суытамыз. Кейін үстіне жаңғақ салып араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Ал енді қамырын дайындаймыз. Бізге ол үшін сары май қажет, сұйық май, қопсытқыш, қант, ұнтағы, ұн және жұмыртқа. Жұмыртқаға сары май саламыз. Сұйық май саламыз. Қант, ұнтағын және осылардың бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді ұн саламыз. Оның барлығы кетпек, кішкенесін алып қалыңыздар. Қамырдың елейміз, сосын қопсытқыш саламыз. Барлығын араластырып, қамыр елейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз, үстіне пакет жауып. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды екіге бөлеміз де, кішкене жартысын тоңазытқышқа қатырып қоямыз. Ал қалғанын үкіштен өткіземіз де, формамызға жаямыз. Қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін самсықпен жүріп шығамыз. Енді үстіне салмасын салып, формамызға жайып, үстінен жаңа тоңазытқыштан шығарамыз да, үкіштен өткізіп, үстіне қамырымызды жайып шығамыз. Бәлішімізді 160 градуста 20-30 минут пісіреміз. Міне бәлішіміз дайын, осындай болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.